Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет миксерсіз таразының көмегінсіз пирог дайындайтын боламыз. Өте әдемі биік болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Әлі де көп рецепттер болады. Ең алдыменен 3 жұмыртқамызға осылай бір кесе шай кесеменен қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз ерігенше содан соң жарты кесе сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң бір кесе айранымызды құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Менде үйде қолдың айраны, магазиннің айраны да бола береді. Содан соң бір шай қасық ас содамызды саламыз. Және де ұнымызды електен алдын ала өткізіп аламыз міндетті түрде. Осылай аз-аздан салып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай барлығын жақсылап араластырып аламыз, біркелкі масса болғанша. Содан соң кесемізге азғантай бөлігін 5-6 ас қасықтай осылай құйып аламыз. Және оның үстіне 1-1,5 шай қасық какаомызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді табамызға пергамент қағаз төсеп, осылай массамызды салатын боламыз. Менде 24 диаметрлі размері. Енді жаңағы кесеге араластырып алған какао қосылған қоспамызды осылай сәндік ретінде жасап шығамыз. Өте әдемі болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәл осылай неке осылай дөңгелетіп салып шығатын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Енді осылай қасықтың көмегіменен осы жүрекше тәрізді менде пайда болды. Осылай сәндеп шығамыз. Өте әдемі болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз. 25-30 минутта пісіп шығатын болады. Пештіміздің қақпағын ашпайтын боламыз. Егер ашсаңыздар көтерілмей қалуы мүмкін. Сондықтан пешіміздің қақпағын ашпаймыз. Менде пирогымыз дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Жұп-жұмсақ. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, әлі де көп рецепттер болады.